Hayırlı күн. Пирогтың рецебін ұсынамын. Қолда бар әрі оңай дайындалатын пирог. Видеоның соңына шейін қарап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Менде мынау өткен диаметрін үлкендеу қылғаннан ала салу болды. Міне керекті жарақтар: сұйық май, сүт, разрыхлитель, жұмыртқа. Мен 2 еселеп жасадым. Негізі 3 жұмыртқадан салу керек. Видеода да істеңіздер. Мен еткен 3 жұмыртқа, 20 сантиметрге 3 жұмыртқадан болу керек. Енді пирог өте дәмді, пышный болып көтеріледі. Мен 40 диаметрге шейін үлкен қылып істедім. Балаларға істесеңіздер 20 сантиметр жетеді. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. 20 диаметрге дайындалатын рецебін астына жазып кетемін. Өте керемет дәмді болып шығады. Бұл бисквит ретінде де пайдалануға болады. 5 минуттай қантпен жұмыртқаны взбивать етеміз. Сосын кейін сұйық маймен сүт құйып тағы араластырамыз. Пісіргенде 180 градуста пісіреміз. 30-35 минут пісіреміз. Пісіп жатқан кезде тоқ пештің есігін ашпаймыз. Пісіп 30-35 минут өткеннен кейін 10 минуттай есігін ашпай қоямыз. Сосын ашып зубочисткамен немесе ұзын тақтайшалармен ұзын немен тығып көреміз, ортасы пісті ме екен. Содан кейін 2 сағаттан кейін тураймыз. Бірінші ақырында араластырамыз. Сосын кейін барып скоростын көбейтеміз. Өте керемет болып шықты. Енді осындай қағазда диаметрін үлкен қылдырып аламыз да осындай. Содан егер кішіректеу қалсаңыздар биік болады. Мұны өте үлкен қылып алдым. Істеп көріңіздер, өте керемет болып шығады. Осылайдан силиконды осындай ағаш қасықпен түсіреміз. Міне тестасы қандай күшті болып шықты. Міне пісіп шықты. Енді суытамыз. Ертеректеу алып қойдым. Сондықтан да нетіп қалды. Тұру керек 2 сағаттай. Өте жұмсақ, керемет болып пісті.